Сәлем, менің атым Сара, ал мынау менің итім Сим. Бізбен бірге сиқырлы С дыбысы еліне саяхаттауға дайынсың ба? Дайын болсаңдар, бастайық! Сиқырлы С еліне түсу үшін, балалар, біз сүф деп үрлейік. Алақай, біз сиқырлы С әлеміне келдік. Ой, Сим, саған не болды? Көмектесіңдер, менің итім ауырып қалды. Кім мұнда мені көмекке шақырып жатқан? Менің итім ауырып қалды, не істесем болады? Ол үшін сен бірнеше тапсырмаларды орындауың қажет. Балалар, маған тапсырмаларды орындауға көмектесесіңдер ме? Алдымен артикуляциялық жаттығуларды жасаңдар. Жарайсыңдар, балалар, сендердің арқаларыңда Сара бұл тапсырмадан өтті. Ой, балалар, біз қыс мезгіліне түсіппіз ғой. Саламатсыз ба, Аяз ата? Сіз қайдан жүрсіз? Мен балаларға алып бара жатқан сыйлығымды жоғалтып алдым. Соны таба алмай жүрмін. Балалар, сендер Аяз атаның сыйлығын көріп тұрсыңдар ма? Көріп тұрсаңдар, балалар, оны Аяз атаға жеткізу үшін «ыс» деп айтайық. Жарайсыңдар, балалар, сендердің арқаларында Аяз ата сыйлығын тапты. Балалар, сендер маған сыйлықты табуға көмектескендерің үшін мен Сараны келесі тапсырмаға аттандырамын. Ой, балалар, келесі тапсырма ән айту екен. Ән салу білесіңдер ме, балалар? Онда әнді бірге шырқайық. Са, ызыңдайды маса. Су, ағып жатыр таза су. Ас, қатты ғой мына тас. Ыс, сіздерге мың алғыс. Рахмет, балалар, әнді жақсы шырқайды екенсіңдер. Сендердің арқаларында бұл тапсырмадан да өттім. Балалар, біз сыныпқа келіп қалған сияқтымыз. Айналадағы С дыбысынан басталатын заттарды атаңдаршы. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Сағат, сурет, сым, су, сызғыш, сандық. Ал осы сөздермен сөйлеуім құрай аласыңдар ма? Жарайсыңдар, балалар. Сендердің арқаларында келесі тапсырмаға да өттім. Балалар, біз ендігі тапсырмада С дыбысының жіңішке түріне машықтанамыз. Олай болса, бірнеше сұраққа жауап берейік. Бірінші сұрақ. 3 сәбізге 5 сәбізді қосқанда қанша сәбіз болады? Дұрыс айтасыңдар, балалар. 8 сәбіз болады. Екінші сұрақ. Отты немен тұтандырамыз? Жарайсыңдар, балалар. Сіріңкемен. Үшінші сұрақ. Сиырдан біз не аламыз? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Сиырдан біз сүт аламыз. Төртінші сұрақ. Қоян нені жақсы көреді? Жарайсыңдар, балалар. Қоян сәбізді жақсы көреді. Тамаша, балалар. Сендердің арқаларында келесі тапсырмаға өттім. Балалар, сиқырлы таяқшаға жету үшін мен
мына өзеннің арғы бетіне өтуім керек. Ол үшін С дыбысын сөздердің соңында машықтандырамыз. Олай болса, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мына өсімдіктердің ішіндегі ең биігін атаңдаршы. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Кактус. Осы жағажайдағы ең қатты затты айтыңдаршы. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл жағажайдағы ең қатты зат тас. Менің алдымда тұрған не зат екенін білесіңдер ме, балалар? Тамаша. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Менің алдымда тұрған глобус. Керемет! Сендердің арқаларыңда, балалар, өзеннің арғы бетіне қиналмай өттім. Балалар, сиқырлы таяқшаға жету үшін ұшаққа мінуім керек. Ал ұшаққа міну үшін С дыбысын сөздің ортасында машықтандыратын тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма. Біз тамақты немен жейміз? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Қасықпен. Қасық сөзімен сөйлем құраңдаршы. Балалар, мына жыртқыш аң қалай аталады? Жарайсыңдар, балалар. Бұл аң қасқыр деп аталады. Қасқыр сөзіне сөйлем құрап көріңдерші. Біз ұйықтағанда басымызды не нәрсеге қойып жатамыз, балалар? Айтыңдаршы. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Біз ұйықтағанда басымызды жастыққа қойып жатамыз. Балалар, бір бөлмеден екінші бөлмеге не нәрсе арқылы өтеміз? Білесіңдер ме? Жарайсыңдар, балалар. Бір бөлмеден екінші бөлмеге есік арқылы өтеміз. Есік сөзіне сөйлем құрай аласыңдар ма? Қандай ақылдысыңдар, балалар. Сендердің көмектеріңмен сиқырлы таяқшаға жететін ұшаққа міндім. Алақай, сиқырлы таяқшаны таптық. Енді менің итім Сим аман қалатын болды. Ой, Сим, сені сондай сағындым. Балалар, Сарыға мені құтқаруға көмектескендеріңе үлкен рахмет.